қандай цифр болған жақсы. Осы жақында әңгіме қозғады ғой. Жасыл жыбылықтағанда өтіп кетсе айыппұл төлейсіңдер деген. Негізі ол халықаралық талап бойынша жасыл қандай түрде болсын, ол жасыл. Қызыл қандай түрде болса, ол қызыл. Солай ғой, сондықтан біреудің айтқан, кімнің айтқанын білмеймін, соны қабылдаған жоқ. Себебі ол деген не себепті олай айтқан, жасыл жыбылықтаса өтіп кеткендерді айыппұл төлету керек деп. Одан кейін барып кішкене жөнге келген сияқты. Яғни жасыл ол қандай болса да жасыл. Сонымен көліктің тоқтау мүмкінділігі бар. Тоқтау жолы дейміз. Егер бағдаршамға осы жол қиылысына бір 5 метр қалған кезде жыбылықтап жатса, сіз тоқтап та үлгермейсіз. Өйткені 60 км/сағатпен келетқанда автомобиль 1 секундта 16,5 метр өтіп кетеді. Ал енді ол 1 секундта, егер 3 секунд, негізі светофор 3 секунд жаны өшіп жатады, яғни ол 50 метр деген сөз. Сондықтан ойлап қараңыз, автомобиль 1 секунд 16,5 метр өтіп кетсе, ол қалай тоқтап үлгереді? Әрине тоқтап үлгермейді. Сондықтан біз деген ол жасыл жанып өшіп жатқан кезде тоқтамай жүре берсек болады. Ең бастысы стоп сызыққа дейін тоқтауымыз керек. Енді жаңағындай мен айтып жатырмын, секундомер табло. Ол өте керек, ол өте жақсы. Оны адам жүргізуші алыстан байқайды. Тоқтау керек па, жоқ па екен. Егер аяқ астынан жанып өшіп жатса, кейде бар, жаяу адамдардың бағдаршамдары бар. Жасыл жанып тұр, жете берген кезде бір 5 метр қалғанда жаны өшіп жатады. Тоқтамай кете беруге болады, бірақ кейде тұрған адамдар, жаяу тұратын адамдар бірден жүріп кетеді да, ол сол қауіпті. Сондықтан абай болыңыз ағайын деп айтқым келеді.